Сәлеметсіздер ме балалар, сөйлеуді дамыту сабағына қош келдіңіздер. Тақырыбы қос ішекті домбыра. Сабақтың мақсаты оқушыларды қазақтың ұлттық аспаптарымен таныстыру, аспаптық музыкаға деген қызығушылығын ояту, әр аспаптың шығу тарихы жайлы түсінік беру, жасалу ерекшелігі дыбыс бояумен түсіндіру, ұлттық аспап туралы білімдерін жетілдіру. Балалар, бүгінгі күнімізді жылылық шеңберден бастаймыз. Бәріміз бірге қайталайық. Кел санайық екеуміз. Бас бармағым атам, балан үйрек анам, ортан терек ағам, шұлдыр шүмек мен, кішкене бөбек сен. Бір үйде біз нешеуміз, бір үйде біз бесеуміз. Қазақ ұлттық аспаптары балалар. Олар әртүрліге бөлінеді. Шертпелі аспаптары міне. Ол домбыра, жетіген, адырна. Балалар оны шертіп ойнайды. Сондықтан оларды шертпелі аспаптар деп атайды. Күй тартады онымен. Үрмелі аспаптар ол сырнай, ұран, керне және саз сырнай. Балалар, олар неге үрмелі деп айтты, аспаптар деп айтты? Өйткені олар үрлеп ойнатылады. Соқпалы, ұрмалы аспаптар ол даңғыра, дауылпаз, кеншік, дабыл. Неге олар соқпалы деп айтты? Өйткені олар нәдиге арналған таяқшалар бар, сонымен соғып ойнайды. Сілкімелі аспаптар ол сақпан, асатаяқ, қоңырау, тұяқ тас. Балалар, енді домбыра туралы біз айтып өтейік. Қандай бөлшектерден олар құралған? Ол алақан, құлақ, шайтан тек, мойын, перне, ішек, үндік, қақпақ, тиек, түйме, шанақ. Сергіту сәті балалар. Бойды сергек тік ұста, емен еркін тыныста. Оң қолынды соз алға, қол ұшына қаранығын, үш бұрышсыз ауада, сол қол босқа тұрмасын, шеңбер жасап алайық. Енді балалар, әрғарай бізде тапсырма, дәптермен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма: қазақтың ұлттық аспаптарын белгіле. Балалар, мына сурет бойынша қазақтың ұлттық аспаптарын ғана белгілейсіңдер. Тақпақты жаттап аламыз. Екі ішектің бірін қатты, бірін сәл кем бұра. Қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Оны Қадыр Мырза Әли жазған екен, домбыра туралы балалар. Әрі қарай сөйлемді толықтыр. Күйді тартатын адамды не деп айтады? Соны айтасыңдар. Мысалы, күйді тартатын адамды балалар күйші деп айтады. Би билейтін адамды не деп айтады? Домбыра жасайтын адамды не деп айтады? Оркестрді басқаратын адамды не деп айтады? Өлеңге музыка жазатын адамды не деп айтатынын әрі қарай жалғастырып айтасыңдар балалар. Жұбынмен жұмбақ айтыс. Мойыны ұзын әдемі, бар оның қос құлағы. 19 перне мойнында тізіліп қатар тұрады. Екі ішектік естілген, үні қандай ұнамды. Әр қазақтың үйінде төрде ілініп тұрады. Кеудесі бар сопақша, бұл не бұйым болады? Еркем, еркем, еркем-ай, еркелеткен еркем-ай, бұл жұмбақтың жауабын болады екен домбырай. Балалар, енді осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.